Ата-енелер мектебі. Сапар алыс болған соң ба, қасымдағы елуді еңсерген екі келіншек әңгіменің түбін түсіріп айтып келе жатыр. Құрдас болған соң ба, әңгімеміз бірден жарасып кетті, дейді әкем. Жас келін болып жаңа түскен кезім еді, депті келісті кербез келіншек. Таң атпай тұрып, түн қатпай жатпаймыз. Төркінімде түк істемейтін әкемнің ерке қызы едім. Келін боп түскен үйдің отымен кіріп, күлімен шығамын. Бірақ не істесем де енеме жақпай қойдым. Енем мектептің еденін жуады, аузы жаман. Мектепте қарғыстан сабақ бере ме? Қайдам. Айтқан сөзі сай сүйегімді сырқыратады. 4 жылда тілімді шығарды. Біздің үйдің адамы атам. Мінезге бай, өте сабырлы адам. Аузынан айналайыны түспейді. Енемнен көрген қорлықты, атамнан көрген қамқорлық жуып кетеді, көп жағдайда. Біздің жанұя болып қалғанымыз мың болғыр атамның арқасы. Енеммен болған кезекті ұрыстан кейін үйіме кетпесіме болмады. Кім қайтып келмей жатыр, ажырасып төркінімде тұрам деп шештім. 2 баламды алып, ентігіп аялдамаға жетсем, ауданға қатынайтын автобус әлі келмепті. 2 көзімнен сорам ағып, ебіл-дебіл болып жылап тұрсам, артымнан атам келіп тұр аялдамаға. Ауданнан келген автобусқа амал жоқ, бірге міндік. Атамда үн жоқ, мен де үнсіз. Бір немересін көтеріп, біреуін жетектеп артымнан еріп келе жатыр. Біздің үйге де жеттік. Құдам келді, деп әкем қой сойып арқа-жарқа. 2 құда бір-біріне шерін тарқатып жатыр. Қастарынан өткен болып, атамның аузынан деймін. Атам үйде болған оқиға жайында ләм-мим демейді. Үйдегілер де еш нәрсе сезбеді. Қызың менің қатыныммен ұрысысып қайтып келді үйіңізге, деген әңгіме мүлде жоқ. Құдды бір құдасын іздеп қыдырып келген қонақ құсап атам отыр. Үйде қонақ болып 3 күн түнедік. 4-ші күн үй алғаннан, қой ата, ұятты, өзіміздің үйге қайтайық деппін. Әкемде үйден құдасын қимай шығарып салды. Дәл өзі оқиға кейінде 3-4 рет қайталанды. Содан мен төркінімнен үй алғаннан үйге мүлдем бармайтын болдым. Сөйтіп жүріп 7 бала туыппын. Шыбырған баламен кейін қайдағы төркін. Бәрі көрген түстей өте шықты. Менің жанұямды сақтап қалған айналайын иманды болғыр атам, деп әлгі келіншек көзіне жас алды. Сенің атаң болса, менің енемнің арқасында үй болдым, деп келесі көрші келіншек әңгімені қыздырып, одан әрі жалғады. Күйеуіммен Алматыда таныстық. Мен қолынан түк келмейтін қаланың қызымын. Ол болса аңғал ауылдың баласы. Үйленген соң ауылда ата-енемізбен бірге тұрдық. 4 қайным, 2 кішкентай қайын сіңілім бар. Атамыз сол совхоздың директоры. Басшы болғасын ба, тамақты талғап жейтін өте кірпияз кісі. Ет жеңді атама аптасына 2 рет асамыз. Туғанымнан қамыр жайып көрмеген маған жұқа қылып жаю арман. Жайған қамырым өмір қалың болып шығады. Атам қамыр жақсы көреді. Жас келінге қамыр жаюды үйретпедің, деп атам әдейі бүкіл қалың жайылған қамырды енемнің алдына ысырады. Енем байғыз соны үндемей жейді. Енем қалың қамыр жақсы көреді екен деп, мен де ысырамын ол кісінің алдына. Жас келіннің жақсылығын асырып, жамандығын жасырып, қатарға қосты бізді, иманды болғыр енем, деп 2-ші келіншек еңкілдеп жылап қоя бермесі бар ма? Енесі мен атасын мақтаған екеуіне ет жүрегім елжіреп, мен отырдым, дейді әкем. Қазір жастардың арасында ажырасу ұлғайып барады. Негізінде бұл мемлекетке үлкен проблема. Құдайынан безген біреу болмаса, келген жас келіннен бірден бәле шыға қоймайды. Бәле енеде, ененің жүрегі, етегінде кең болса, бүгінде көп жастың шаңырағы шайқалмас еді, деп ойлаймын. Баласындай қызбен бақталасып, бақыт іздеген баласының басындағы бағын тайдырады. Мейірім көрсетпеген мейірім көрмейді. Жас келінге қаттырақ қарағаны ширатып бір алайын деген шығар, деген ойда айтылуы мүмкін. Иә, мен де оған толық қосылам. Бірақ ширату басқа.
шектен шығу басқа. Ененің жақсысы емеурін танытқаны, атаның жақсысы аталы сөз айтқаны. Жаңа түскен жас келінге жылы емеурін танытып, аталы сөзбен ақылыңды айтып отырсаң, ертең елдің анасына айналмай ма? 9 ай көтеріп, туған баласы халықтың қамын ойлайтын елдің данасына айналмай ма? Қайдан білесің? Болашақ домалақ анада Ұлжан мен Зере де үйіңде жүрген шығар. Мақсат Ысқақов.